Ассаламу алейкум достар, осындай керемет чак-чактың рецептімен өлсетін болам, оңай әрі тез жасалатын болады. Менің видеомды толықтай қараңыздар, қазақша контенттің өніп өсуіне өздеріңіздің үлестеріңізді қосуға ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге ұнды иліктен өткізіп алу керек. Бұл жерде менде 500 грамм ұн салдым, бірақ та маған 300 грамм ұн кеткен болатын. Ұнды иліктен өткізіп болғаннан кейін осылай ортасын ашамыз, одан кейін 3 жұмыртқаны осылай жарып салатын боламыз. Аздап дәміне қарай тұз саламыз. Жақсылап араластыратын боламыз, яғни бір келкі қамыр дайындайтын боламыз. Қамырымыз дайын, осындай болып шығады. Бұны салафанға салып, бір жарты сағаттай 20 минутқа демалтып қоямыз. Қамырымызды салафаннан шығарып, кішкене ұн сеуіп, қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымызды осылай видеодағыдай етіп, жұқа етіп жайып алатын боламыз. Және де осылай кесіп алатын боламыз. Ұзынша етіп кесіп болғаннан кейін үстіне қоямыз, бір-бірінің үстіне қоямыз. Содан кейін осылай төрт бұрыш етіп видеодағыдай кесіп аламыз. Егер жабысып қалады деп қорықсаңыздар, араларына ұн салсаңыздар, яғни сепсеңіздер болады. Немесе осылай 3 бұрыш етіп кессеңіздер болады, әдемі болу үшін. Кесіп болғаннан кейін осылай ыдысқа салып аламын да, сәл қолмен араластырып жіберетін боламын. Жабысып жатқан тесті кішкене ашылатын болады. Майымызды қыздырып аламыз да, жаңағы тестімізді осылай салып, жақсылап қуырып алатын боламыз, қызартып. Қуырып болған соң осылай үстіне сгущенканы саламыз да, жақсылап араластырып алатын боламыз. Чак-чагымыз дайын болды, осылай ыдысқа салып аламыз. Дәмі керемет болып шығады, тез әрі оңай жасалады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Назерке Мейрамқызы. Ассаламу алейкум.